Сәлем оқырман, бүгін мен сіздермен ораза айында бастауға болатын 5 түрлі бизнеспен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Ал кеттік ендеше бастайық. Ораза айы құлшылық айы болғандықтан көп қыз-келіншектер намазға келіп жатады. Осының әсерінен сен ораза айында жаңағыдай діни заттарды сатып бастасаң болады. Діни заттарға не кіреді? Ол бізде жаңағыдай тәсбих сату, немесе Құран кітап сату, немесе жаңағыдай орамалдар сату, хиджаб орамалдар сату, жайнамаздар, сонымен қатар намазниктер сатсаң болады. Әрқайсысын жеке-жеке ниша ретінде қалыптастырсаң болады, немесе барлығын біріктіріп бокс ретінде сатып отырсаң да болады. Өзім осы салада айналысамын, жаңағыдай орамал сатамын, хиджаб сатамын, намазниктермен жайнамаздар және де басып жазуға арналған Құран кітаптар сатамын. Менен де оптым бағада алып, өз бизнесіңізді бастап кете аласыз. Екінші бизнес түрі бұл бізде көп адамдар жаңағыдай Құран әріптерін, араб әріптерін былайша Құранға түсу үшін үйреніп жатады. Бұлай өзі дінге, құлшылыққа, Аллахқа жақын ай болғандықтан барынша осы айды пайдалы өткізгісі келетіндіктен адамдар барынша жаңағыдай әріптер үйренгісі келеді. Ол үшін тәжвид сабақтарына қатысады. Осы тұста егер тәжвид сабақтарының дәптерлерін, басып жазуға арналған көркем жазу дәптерлерін сатсаңыз болады. Сонымен қатар Құран кітап сатсаңыз да болады. Үшінші, бұл бізде Рамазан күнделігін шығарсаңыз болады. Рамазан күнделігінің ішіне осы Рамазан айында өткізетін қандай да бір іс-әрекеттерді жазып қойсаңыз болады, трекерлер орнатсаңыз болады, сонымен қатар Аллахтың 99 есімін және де сүрелерді тіркесеңіз болады, және де әртүрлі пайдалы ақпараттар мен пайдалы істерді жазып Рамазан күнделігін шығарып сатсаңыз болады. Келесі, бұл бізде төртінші, бұл жерде егер сіздің қолыңыздан тәтті, дәмді пісіру келетін болса, онда бұл бизнес түрі сізге арналады. Осы тура Рамазан айында сіздер финики в шоколаде бизнесін бастасаңыз болады, финики мен жаңағыдай коктейль жасап сатсаңыздар болады. Сонымен қатар жаңағыдай ауыз ашуға арналған тағамдарды дайын күйде контейнерге салып дайындап қойып сатсаңыздар болады. ПП рецепттермен ауыз ашу тағамдары біздің дүкеннен ала аласыздар деген сияқты өзіңіздің бизнесіңізді бастап кете аласыз. Бұл бізде услуга түріне жатады. Яғни сіз діни біліміңіз бар және де басқа адамдарға беретін пайдалы ақпараттарыңыз бар адам болсаңыз, онда өзіңізге орта жинай аласыз. Яғни қыздарға арналған орта ашу. Рамазан айын бірге өткізейік деген тақырыпта орта ашып, өзіңіздің бере алатын пайдалы ақпараттарыңызды бөлісу арқылы сол ортаға пайдалы бола аласыз және өзіңізге де ол пайда келтіреді. Бірге ортақ сүре жаттау, бірге таңертең ерте тұрып намазға тұру, Құран оқу деген сияқты орта қалыптастыра аласыз. Келесі бастай алатын бизнес түрі бұл миск, яғни әтірлер арқылы бизнес бастауға болады. Яғни мұсылманский әтірлерді сату арқылы сіз бизнес бастай аласыз. Келесі бизнес түрі бұл бізде Қазақстанда енді танылып жатқан бизнес түрі, бұл бізде каракти, яғни карак чайларын сату арқылы бизнес бастасаңыз болады. Ал сіздерге бүгінгі бизнес түрлері түсінікті болса, лайк басып, достарыңызға жіберіп бөлісіп қойыңыздар, және де пайдалы болған түсін комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыз. Ал рахмет, сау болыңыздар.